жастардың мемлекеттік дарын сыйлығының 2005 жылғы лауреаты Дәулеткерей Кәбұлы және оңтүстік Қазақстанның жүйрік ақыны Қобыландының ұрпағы Маржан Есжанова. Біз қала қазақ әлімсақтан көшпендіміз, емгеміз адалдықпен төстенді уыз. Қанжығамыз майланып әр сапарда, бос қайтып көрмеген ет бөктергіміз. Маржан ақын кеп отыр қапталыма, айтыста суыратын сертпен қылыш. Жау шапқан Зарина мен тұмарлардай, майданда қай жігітке дес бердіңіз. Әселхан апамыздан тәлім алып, Диалман жырдодада сескендіңіз. Таң асырып тұлпарын қайта мініп, Ордалы оңтүстіктен қош келдіңіз. Айналайын ағайын, жіберіп тізгін атпасын, аламаның да шапқасын, көңілдің алтын қақпасын көрерменіме айқарып, қапталыма қарасам, құнан қойдай бой қастап, дөнен қойдай бой тастап, Маржанда кеп тау жайқалып. Ал Маржан аянып менде қалмаспын, қамшыма атыма қамшы басайын, жырыммен шашу шашайын. Тай буырлаттай талып, тайпалып, шал құйрығаттай шайқалып. Ал Маржан енді көрейік, өлеңнің басын жіберіп, Өралтайдан қайтарып, Алатаудың шыңына жырменен жүзік айтағып. Шабытыңызға қонса екен Райымбектің рухы, тастайтын жауды тойтарып, атаңның алтын намысы ақындығыңнан байқалып. Азат күн тұрса басыңда қазақтың жырын айталып, көңіліміз сосын жай тауып, көркейіп елге қайталып. Шақырғанда, кеудеме қызда болса кеп тұнғандай. Батыр қыз, әруақты қыз деп ет дәулет, Маржанның шабыты да тек тұрғандай. Мына біреу найзасын ала салып, шіркін-ай жауға шапқым кеп тұрғандай. Сегізде қырлы сар жебе, секірген аңды сұлатар, сегіз қырлы сұр сөздер, ақырған ерді құлатар. Балғынбекпен айтыстым, мықтеді ол да бір атар. Бойында батыр қаны бар, қыздарды жігіт ұнатар. Астаналық жігіттер тек Маржанды сұратар. Екеумізден мергенек, кімнен де бұрын кім атар. Алайда мен әйеліміні жылатып тұрып жұбатар. Қосқасын тойыңдаман, керек ақ талайысты пайымдаған. Қобыландының тұқымы деген едік, Маржан қыздың болған соң жайындалаң.
найзаны алып жауға шапқым кеп тұр дейді. Әрине түсінікті жайың маған, дегенмен Маржан әпке ескерерсің, жігіттен мен додадан тайынбаған. Ей, басынан дулығасы түсіп қалып, нарғызда қыз екенім мойындаған. Отыр ғой үмітіңді, ей, ақтап балаң. Ерлігін нарғыздардың тоқтатпағам. Бауырың тым биікке көтерді деп, мен сені анашыма мақтап барам. Астаналық 10 жігіт келсең дағы, мен бүгін биігімді сақтап қалам. Басынан дулығасы түссе дағы, намысын нарғыз ешкімге таптатпаған. Назарды бұрсам дәулетке, дәулет бітпес сәулетке. Егеухан анаң тойғызған, өлеңге сені жөргөкте. Жалғыз өзің шаппассың, қалғандай жалғыз жөргөкке. Шап бергенде тап берсе, солай қыз қызық көрмекке. Айналайым Маржан қыз, ағыла сөйлеп жатырсың, жүрегің сөйлер ақынсың. Алашыңа езуден өлеңмен енші өлетін. Аянып мен де қалмаспын, тары түссе таңдайдан, Маржан түссе маңдайдан, тәңіріне салса көретін. Жаныңыз неткен нәзік ет, айтысқанда алқада, достықтың гүлін егетін, адамдық нұрын себетін. Анамды айтып кеттің ғой, қулықтан туған құбаша, ененің сүтін еметін. Анамды айтып жатырсың, мәңгілік менің ақылшым, мейірім нұрын төгетін. Айналайым Маржан қыз, нұр жырың болса айтшы төгетін. Қазақтың жараспайды, ей, менмендігі. Кей кезде солай сөйлер сенген дылы, анаңның ерлік емес жеңгендігі. Шын ерлік дәл осында келгендігі. Жатқан намыс жіберу затыңда жоқ, кеудеңде тұнған кезде лапылда бол. Алматым бар қазаққа алтын ордам, бұрғандай мәңгі жайнап ғасырға бет. Тәңір берген құдайым, тәңір берген қазақта ерлер барда. Ешқандай дұшпан бізді ешқандай дұшпандарға бас ұрма бек. Дәм тұзымыз жарасып азаттықта, ешқашан елдің құтын қашырма бек. Екі талай күн туса ел басына, ердің туын ұстайтын батырға жет. Тәңірім талапайға салым еліңді, ел басқарған ерлерге ақылға жет. Бүгінгі баба тойы құтты болып, бағың жанып өссе екен басыңда көп. Райымбектей ұл туған жеті суым, жер жәннаты болмасқа қақыңда жоқ. Айналайын ағайын, Алла сыйғып беретін, ақынның тілі
алмастан, батыры қылыш қандасқан. Қазақтай батыр еледік, қазақтай ақын еледік. Заманнан заман алмасқан, қағаннан қаған алмасқан. Өй, сонау бір сұрқай заманда сумақай болу дұшпанның жағаңа келіп жармасқан. Райымбектей бабамыз Алла деп атқа қонғанда, көбесін сөгіп жебесі төбесін ойнап алдаспан. Адырдан әрі жау қашқан. Өй, сол бабаның тойында бүгінде тойлап отырмыз. Танымай тарихымызды 70 жылдай шаңбасқан. Бабаның беріп көз жасын азаттықтың бойында, мөлдіреп тұр ғой мәңгі аспан. Қасындағы маржан қыз, құрсағын құлын кеңіткен, құлынмен тайын еріткен, мама биедей маң басқан. Қазақта нағыз ақындар осылай жырды төгеді. Ақындарың бар осындай, жаныңыз жайсаң неледі. 300 жылдығын тойлаған Райымбек нағыз ереді. Інісі өлсе ағаға мінсін деп тұлпар береді. Одан кейін қазағым батырың қалай өледі, ақындың қалай өледі. Жомарттығын қазақтың жырлай бергім келеді. Жақсы, рахмет. Айтысты бастаған Дәулеткерей Кәпұлы Қаздырал қазы. 10, 1, 2, 9, қалғаны 10. Есмұқан Обаев 9, Әсілхан Қалыбекова 9. Маржан Ешжанова, Оңтүстік Қазақстан 10, 10, 9, 10, 9, 9, 10.